Кеш жарық, құрметті әріптестер, құрметті лидерлар, құрметті бүгінгі қонақтарымыз. Бүгінгі вебинарымыз өз үйім бағдарламасының маркетинг план презентациясы. Оның сыртында біздің компаниямыздың, Rivercoins компаниясының соңғы жаңалықтарын барлық ақпарат беруге сіздерге мінеки вебинар бастадық. Егер де көрініп тұрса, естіліп тұрса, жазыңыз плюс санын, болмаса жүрекше қойыңыз. Естіліп тұр, көрініп тұр деп жазыңыздар. Әзірше көп емес адамдар екен, енді кіріп жатқан болар. Барлықтарыңыз плюс сандарын көріп тұр, видно и слышно, тамаша. Мен өзімді таныстырып кетейін. Егер де жаңадан кіріп жатқан, әлі тіркелмеген, серіктес болмаған адамдар болса, қонақтарымыз вебинардың. Мен есімім Бибігүл. Бибігүл Төлегенова болам. Бұл компанияның серіктесі, партнері болам. Және қазақ тілінде өтетін вебинар өткізуге, сіздерге әрқашанда ақпаратпен бөлісуге асығыс боламын. Бұл компаниямыз, Rivercoins компаниясы, негізі 2016 жылдан бері әлемге танымалы болып келе жатыр. Интернет арқылы қазір көптеген мемлекеттерден серіктестер өз үйінде отырып, өз үйім бағдарламасына бірінің соңына бірі қосылып, команда құрылып, және бұл берілген мүмкіншіліктен маркетинг план бойынша үлкен табысқа бүгін көп кісілер жетіп келе жатыр. Өз үйім бағдарламасы негізі 23 июнь 2019 жылы старт басып әлемге танымалы болып келе жатыр. Міне жақын арада азғантай уақыттан кейін 23 июнь болады. Демек, өз үйім бағдарламасына 1 жыл толады. Сол уақытқа шейін өте көп нәтиже бар. Және көптеген серіктестеріміз жақсы табысқа шығып, табысты болып, осы ақпаратты бір-біріне айтып жеткізіп, үлкен жетістікке жетіп жатыр. Бұл компания, Rivercoins компаниясы, заң түрінде Гонконгқа тіркеліп, құжаттары барлықтары түгел бар. Оның сыртында әрбір мемлекеттен ресми өкілдік ашуға қазір дайындық жүріп жатыр. Ең бірінші болып Украина мемлекетінде заң түрінде құжат дайын. Украин мемлекетінде Ольга Прохорова бұл филиалға, осы өкілдікке директор болып сайланды. Соның қатарында ең жақын арада Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанда заңды түрінде өкілдік ашылуға дайын. Ол кісілердің есімін осы жақын арада барлықтарымыз таныс боламыз. Вебинарға әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. Сіздер ең бірінші болып ақпаратты алуға бізбен бірге болыңыз деп айтқымыз келеді. Сол сәттен әрбір мемлекетте өкілдік ашылғанда, әрбір мемлекетте офис, арнайы компанияның офисі бар болса, компанияның дизайн, логотипі барлығында бірдей болса, қай мемлекетке барғанда да офисқа кіріп келгенде өз үйіңіздегідей сезінесіз. Бұл өте тамаша идея. Ендігі жақын арада
бұл компанияда River Tez Coin монеталары шықты. Оны да жақсы жаңалықтарымызбен бір боп айтып жеткізгіміз келеді. Бұл монеталар ең бірінші алғашқы сәтте 10 июнь осы 2020 жылы бір монетамыз 0,04 цент болып есептелді. Көптеген кісілер алып үлгерді. Бүгінгі күннен бастап бұл монетаның құны өсті, 0,08 болды. Ал жақын арада бұл монеталарымыз тағы да өседі. Соны мұқият қарап жүріңіз, уақытына да қараңыз, күніне де, санына да. Барлық ақпаратты алып жүрсеңіз, сізден ең жақсы, ең ақылды, бай, күш қуатты адам бола ма екен деген сұраққа сіз өзіңіз жауап бере аласыз. Сонымен қатардан қалмаңыз. 0,08 центтен алған монеталарыңыз 12 августқа дейін тағы да өседі. Ал август айында бұл бір монетаңыз 0,16 цент болады. Бұл әрине монетаның санына тағы байланысты. 250 миллион монета сатылуы қажет. Бұл бір сәтте де мүмкін бір осындай уақыттың арасында да өтіп кетуі мүмкін. Өйткені бұл 16 центтен тағы өсетіні барлығын айтып жеткіземіз. Өйткені сентябрь айына дейін бұлар 0,32 цент болады. Сол сентябрьдің 24 қыркүйек осы 2020 жылға дейін. Сол сәттен бастап бір монетаңыз $1 дейін өседі. Сол күнінен бастап сіздің монеталарыңыз қанша, неше сан монета алдыңыз, соның әр құны $1 болған сәтте сізге соншама доллардай сіздің жеке кошелегіңізде тұрады. Бұны жақсылап түсініп алыңыз. Сіздің жеке кошелегіңіз бұл бір бөлек. Өзүйім бағдарламасының маркетинг планындағы жеке өзіңіздің кошелегіңіз ол екі бөлек. Бұл жерде бұл компанияның монеталары сайтқа тіркелмеген. Бұл жеке обменник, мысалы сіз доллармен, адвокэштен, перфекттен, болмаса Payer кошелектен, немесе рубльмен, Тинькофф банкасы, Ресей банкасы, Сбербанк банкасы карточкасынан, MasterCard, визадан осы обменник бойынша River Tez Coin монеталарды сатып алуыңызға болады. Бұл обменниктің арқылы сіз жеке кошелегіңізге монетаны сатып енгізіп аласыз. Содан кейін бұл сіздерге ең қаржылы болуға мүмкіншілік береді. Бұл монеталарыңызға интернет арқылы керекті заттарыңызды сатып алуға мүмкіндік береді. Оның сыртында көп кісілер мен құрғана интернет арқылы зат сатып ала бермеймін. Мен мысалы ақшамды көбейтіп, ақшалай шығарып алсам. Өйткені өз мемлекетінде үй сатып алсам деген ойға көп кісі әрине ойланады. Мүмкіншілік барлығына бірдей болады. Сіз обменник арқылы қайтадан монетаны өткізіп, доллар алуыңызға болады. Және әрбір мемлекетте өкілдік ресми түрінде ашылған сәтте офистарыңызда өз спонсорыңыздың сыртында мемлекеттің басқару
директор ретінде бір кісі сайланады. Сол кісіге барлық сұрақтарыңызды қойып, структура ретінде, офис ретінде, монета ретінде көптеген сұрақтарыңызға жауап алуыңызға болады. Ендігі сәтте бұл монетамызды қазірден осы обменник арқылы сатып алуыңызға болатынын айттық. Бұл сіздерге негізі пассив. Бұл депозит сияқты. Монета алып қойдыңыз, ол сізге ақырын жайлап құны өскен сайын жақсы табыс әкелетінін айттық. Ендігі негізі вебинарымыздың тақырыбы өз үйім бағдарламасының маркетинг презентациясы. Әрбір мемлекеттен өзіңіз қалаған үй немесе жылжымайтын мүлік сатып алуыңызға болады. Бұл тек қана арманда қалатын емес, маркетинг барлығына жақсы мүмкіншілік беріп жатыр. Маркетинг бойынша $5 бизнес бастап, әрбір серіктес қай жерде тұрады, қай қалада тұратын, неше жаста, оның еш кедергісі жоқ. Біздің командаларымызда оқушы баладан бастап, үлкен зейнеткерге дейін барлықтары өз бизнестерін қолға алып, жұмыс істеп келе жатыр. Маркетингнің ең ерекшесі клон деп айтқымыз келеді. Клондар деген не? Клондар деген сіздің тағы да қосымша бизнес орындарыңыз. Клондар сіздің бизнес орныңыз қалай деп аталады, сол аты қалады. Тек қана рет санымен айырмашылығы болады. Жұп санды клондарыңыз тақ санды болады. Маркетингті бірінші үйден бастап 12-ші үйге жеткенше сіздің бір бизнес орныңыз 662 клон береді. Демек, әрбір клон сізге табыс әкеледі. Осы алғашқы бизнес орындай және клондар өзіңізді де және құрылымыңызды, бүкіл сіздің командаңызды жылжытуға көмек беретінін және ол партнерларыңыздың табыс әкелуге және екінші үйге, үшінші үйге жылжытуға көмек беретінін айтып жеткізгіміз келеді. Ендігі негізі бұл маркетинг $5 басталады. $5 өте қомақты ақша емес, $5 деген бюджет деп айтуға болады. Бюджетті классикалық ретінде $5 мен бастап, біздің командамызда мінеки уже серіктестер өз үйінің кілтін алып, сондай нәтижеге жетіп жатыр. Оның сыртында, егерде мен $5 мен жылжу өте ұзақ, мен тезірек жылжығым келеді деген сәтте, сіздер жедел стратегиясын қолдануыңызға болады. Жедел стратегиясы деген тезірек 12-ші үйге жету мақсаты, жолы. Егерде жедел стратегиясын қолдансаңыз, $5 бірінші үй және үшінші үйді, бесінші үйді алып, бірден солай жылжытуыңызға болады. Дегенмен, келесі әрбір үйді өз қалтаңыздан ақша шығарып сатып алуға болады. Оның қажеті бар ма жоқ па, өзіңіз шешесіз. Дәл қазір сізге ең бюджетті классикалық $5 мен бизнесті жасап, қалай үлкен нәтижеге жетіп, қалай үй сатып алуға болатынын толық айтып жеткізгім келеді. Мысалы, бірінші үйге сіз тіркелдіңіз, $5 бизнеске әкелдіңіз. Компания бұл сәтте сізге
бизнес пакеттар, видео, бейне курстар беріледі. Бейне курстар сіздерді қалай бизнес жасауға болады, интернет жайлы қалай ақпарат беріп жарнама жасауға болады, сол туралы айтылып үйретілген. Егерде сіз жеке кабинетіңізден бейне курстарды өзіңіздің ноутбугыңызға тартып ала алмасаңыз, мүмкіншілік болмаса, программаңыз жоқ болса, жақын арада әрбір офисқа, әрбір мемлекетке компаниядан жеке диск ретінде осы бейне курстар, пакеттер диск ретінде келеді. Дискті ноутбукке енгізіп, сол курстарды тартып аласыз. Және қолыңызда товар бар екен. Бұл қаржылық пирамидаға жатпайтын екенін көзіңізбен көріп, қолыңызбен продукты ұстап, дискіні үлкен сенімділік артуыңызға болады. Дегенмен бизнес бастадыңыз, $5 келдіңіз, тіркелдіңіз. Енді әрбір үйде бізде бұл маркетинг бойынша 12 үй бар. 12 площадка, 12 матрица деп айтсақ болады. Матрицалар қиын емес, бір ғана сатылық, одноуровневый. Енді соңыздан 3 досыңызға ақпарат айтуыңыз керек. 3 кісіге осы өз үйім бағдарламасы туралы ақпарат айтып, олар сізбен бірге бизнес жасаймын деп шешім қабылдаса, бірінші серіктесіңіз тіркелген сәтте сізге $5 қайтып келеді. Ал екінші және үшінші досыңыз тіркелген сәтте сіздің жеке кабинетіңізге әрқайсысынан $5 жиналып, $10 сіз екінші үйге бірден өтесіз. Екінші үй бұл толық жинақ үйі болады. Әрбір серіктесіңіз сіз жасаған жолдан өтсе, сіз жасаған әрекетті жасап, өз әрқайсысы 3 досына ақпарат берген сәтте, олар да $5 өз қалтасына шығарып алады, $10 екінші үйге өтеді. Сонымен жинақ тобында әр серіктестен $30 жиналып, сіз бірден үшінші үйге келесіз. Ал үшінші үйдің соңыңызға бір серіктес келген сәтте сізге $20 табыс түседі. $20 ақшалай шығарып аласыз және маркетинг бойынша 2 клон беріледі. Клон жаңа ғана айтып кеттік, бұл сіздің қосымша бизнес орындарыңыз. Сіздерге берілген тағы да бір емес, 2 мүмкіншілік. Клондар екінші және үшінші болып бөлінеді, жұп және тақ. Екінші клон жұп болады да, бұл сіздің бірінші үйдегі серіктестердің бос орнына соңына бірден автоматша іске қосылып, ол сіздің серіктесіңізге $5 табыс түсіреді. Ал екінші тақсанды клоныңыз қайда барады? Тақсанды клоныңыз жаңағы клон 2 сіздің жұпсанды клоныңыздың астына бірден автомат түрде тіркеледі. Сол сәтте сіздің клоныңыз $5 ие болады. Сіздің жеке кабинетіңізде тағы да қосымша $5 пайда түседі. Содан сіз мінеки бір серіктестен 20 емес, ал $25 бірден аласыз. Екінші серіктес келеді, жинақ тобына $30 түседі. Үшінші серіктестен тура жаңағыдай $30 жинақ тобына түседі. $60-ға төртінші үйге сіз өтіп кетесіз. Төртінші үй, жинақ үйі, толық 3 бизнес орын толғанша ақша шығарып алмаймыз. Сізге $180 ақша жиналады және сіз 5-ші үйдің есігін ашуға мүмкіншілік беріледі. Мінеки сіз енді 5-ші үйге келдіңіз. Соңыңыздан клон келуі мүмкін.
соңыңыздан серіктес, өзіңіздің бизнес партнеріңіз келуі мүмкін. Болмаса жоғары сіздің спонсорларыңыздан клон да келуі мүмкін. Бұл бірінші бизнес орын толған сәтте бірден $155 және 5 клон тағы беріледі. 5 клоныңыз клон 3, клон 4, клон 5, клон 6, клон 7, клон 8 болып бөлінеді. Тақсанды, жұпсанды клондар болады. Тақсанды клондарыңыз өз клондарыңыздың астын жапса, жұпсанды клондар сіздің серіктестеріңіздің бірінші үйдегі бос орындарын толтырып, олар екінші үйге де жылжып кетуі мүмкін, олар $5 табыс алуы мүмкін. Ал сізге $160, кейде $165 да түседі. Өйткені клондардың ретіне қалай орналасқанына байланысты маркетинг бойынша сізге табыс түсетінін айтқымыз келеді. Сонымен, мінекей екінші бизнес орын толады, жинақ тобына $180 түседі. Үшінші бизнес орын толғанда тағы да $180 жиналып, $360 сіз 6-шы үйге өтіп кетесіз. Ар жағын, төмен жағын қатты қарап, қашан толады деген уайымға батпаңыз. Әрбір үйде 3 бизнес орын толу, сол мәселе, сол ең бірінші сізге шешім. Бұл есепті клоныңызды қалай жылжытуға болады? Серіктесіңізге қандай ақпарат, мотивация беріп, оны үлкен соңыңыздан қалмай жылжуға болатынын айтып жеткізуіңіз керек. Вебинарларға қатысу керек және YouTube, интернет жүйелерінде өз үйім бағдарламасы туралы көптеген нәтижесі бар бейне курстар қазір өте көп. Өйткені әрбір серіктесіміз бизнеске кірісіп, белсенді қатысып, үлкен жетістіктерге және үлкен шектерге жетіп жатқанын өзіңіз де YouTube каналдарды қарап көріп алуыңызға болады. Және компания туралы әрбір серіктес тек қана жақсылық жазып, отзывтар өте тамаша екенін көзіңіз жетеді. Сонымен мінекей 6-шы үйге келесіз. 6-шы үй 12-нің тең жартысы. 6-шы үй тағы да жинақ тобына жиналатын үй. Бірақ та 6-шы үй сізге бар күшіңізді 6-шы үйден өтіп кетсеңіз, 7-ші үйде сізде үлкен сый-сипат күтеді. Өйткені салыстырсаңызшы, 5-ші үйде $155 5 клон алсаңыз, 6-шы үй толық жинақ тобы болып 7-ші үйге жеткенде, 7-ші үйден сіз бір серіктесіңіз соңыңызға келген сәтте $1005 аласыз. Ал қандай айырмашылығы бар? $155 ма, $1005 ма? Демек, 7-ші үй өте көп кісілерді үлкен жақсылық, бақытты сәттерге әкеледі. Өйткені 15 клон бірден сізге маркетинг бойынша беріледі. Ал 7-ші үйге жетіп $1005 алып жатқан сәтте сіздің келесі 2-ші клоныңыз де енді 7-ші үйге тура соңыңыздан жетпесе де 5-ші үйге келіп қалуы мүмкін. Мінекей сіз 2-ші рет $155 аласыз. Кейбір клондарыңыз $20 табыс әкеліп жатады. Тағы бір клондарыңыз $5 қайта сізге табыс әкеле бастайды. Бұл тоқтат алмайтын ақша шығаратын машина деп айтсам болады. Өйткені маркетинг бойынша сіздерге 12-ші үйге жеткенше 662 клоннан клон тағы да көбейе береді. Клондар сіздерге осындай табысты қайта әкеледі. Тек тоқтатпаңыз. Өз арманыңызды ешқашан жоймаңыз. Арманыңыз жоспар құрсаңыз, ниет қылсаңыз,
адамдарға ақпарат беріп айтып жеткізіп жүрсаңыз, әрине орындалады. Өйткені маркетинг бойынша тағы да табыс түседі. Сонымен мінекей 15 клон өз орындарын тағы табады. Барлығы бірінші үйге бір сәтте ұшып барады. Бірақ клондар жаңағы жұпсанды тақсандыға бөлініп, сіздің партнерларыңызды қуантады және өз клондарыңызды келесі клондар алғашқы клондарды жылжытады. Қосымша табыс тағы әкеледі. Сол сәттер өте қуанышты. Бұл сәтке күнде бізде әрбір қаладан, әрбір мемлекеттен осындай жетістікке, осындай чекке жетіп жатыр. Бүгінгі күнде де бірнеше чаттарда адамдар үлкен осындай чекке жетіп, бір-бірін құттықтап, үлкен қуанышқа бөлісіп жатыр. Сонымен екінші бизнес орын толады, сізге жинақ тобына ақша түседі. Үшінші бизнес орын бәрібір толады. Клонмен толама, өз серіктесіңізбен толама, мейлі. Әрбір бизнесте 3 орын толған сайын сіз келесі үйдің есігін ашасыз. Ал мінекей енді сіз 8-ші үйге келесіз. 8-ші үй тағы да жинақ тобы. Бірақ оған ешқандай ренжімеңіз. Өйткені 8-ші үй жинақ тобының соңы. 9-ші үйден бастап үлкен чектарға және клон саны өте көбіне көзіңіз жетеді. Сонымен мінекей ары қарай кеттік. 9-ші үйге сіз де келесіз. Өйткені 8-ші үйдегі 3 бизнес орын сіздің командаңызбен ол да толады. Сонымен 9-ші үйге келген сәтте соңыңыздан бір серіктес бірінші бизнес орын толса, сізге бірден $6280 жеке шотыңызға түседі. Енді айырмашылығын көріңізші. $1005 кейін келесі чек $6280. Бұл маркетингтің кереметтігі. Келесі үйде бұдан да көп. Алғашқы үйлерде екесе көп чекке жетесіз. Чегіңіз төмен түсіп қалмайды, соны біліңіз. Және клоныңыз бұдан кем болмайды. 9-ші үйде осы чекке қоса сізге 40 клон тағы бұйырады. 40 клонның иесі боласыз. Қосымша алғашқы клондарға 40 клон тағы да келді. 20-сы өз партнерларыңызға бірінші үйге түссе, бұның 20-сы өз клондарыңызды тағы да бірінші үйде толтырып жылжытады. Қайта жаңадан адам қайдан іздейм деген уайым жоқ. Клондарыңыз алғашқы клондарды жабады. Клон деген бір бизнес орын. Клон деген тағы да бір адамды шақырған ретімен тең. Өйткені әрбір клон $5 тең құны. Әрбір клонның құны $5 болып саналады. Сонымен мінекей енді екінші бизнес орын толады. Сол сәтте сізге жинақ тобына ақша түседі. Үшінші серіктес тағы келеді. Сонда сізге 10-шы үйдің есігі ашылады. Әрбір үйдің 3 бизнес орны толғанда келесі үйге өтесіз, кіресіз, келесі сатыға көтерілесіз. Бұл сіздің үлкен мәртебеңіз көтеріледі. Көп кісілер 9-шы үйден 10-шы үйге жеткен сәтте әлі 12-ші үйге жетпей жатып, ипотекаңыз бар болса. Болмаса сіз осы уақытқа дейін үй жалдап, пәтер жалдап тұрдыңыз. Сіздің жинаған ақшаңыз қазір қарасаңыз, $6000 алдыңыз, $1000 алдыңыз, 155, қайтадан 155, тағы $1000. Бұл клондардың әкеліп жатқан сіздерге табысы. Сіздің ойлаған пәтеріңіздің сомасы осы сомаға жетіп тұрса, бірден үйіңізді сатып алуыңызға болады. Қатаң шарт жоқ, соны біліп жүріңіздер. Егерде 10-шы үйге жеттіңіз, соңынан бір серіктес келгенде сізге бірден $12460 түседі. Демек, 9-шы үйден 2 есе рет сумаңыз көп.
Оған қосып 100 клон беріледі. 100 клон 50-50-ге тағы бөлінеді. Жұп саны тақ саны болады. Бұл клондар көп кісілерді толқын ретінде бірінші үйден 5-ші үйге дейін жылжытады деп айта аламын. Өйткені көп кісілер әлі өз серіктесін шақырмай тұрған сәтте сіздің 100 клоныңыз бірден бір серіктестің 3 бизнес орнын жауып кетеді. Екінші серіктес тағы жауып кетеді. Егерде 50 клон сіздің командаңызға көмек болса, өз клондарыңызды тағы да 50 клон жабады. Барлық саны 100 клоныңыз тағы да бар. Бұл қосымша 100 клоныңыз. Сонымен, мінекей сіз 10-шы үйдің 2-ші бизнес орнын толтырсаңыз, және 3-ші бизнес орын тағы да толатын күн туады. Сіз бұдан келесі сатыға, келесі үйдің 11-ші үйдің есігін ашасыз. Мысалы, біздің командамызда серіктесіміз 10-ші үйде тұрып, ипотека суммасын жауып, өз үйінің кілтін алды, көшіп алды. Және қаншама табыс шығып жатқан сәтте өз үйіне жақсы капитальный ремонт, үйіне таза жаңадан мебель барлығын өз жағдайын жасап жатыр. Көптеген серіктестеріміз өз армандарын орындап жатыр. Кредиттерін жауып жатыр, ломбард жабылды, тағы да басқа той жасап жатыр, шетелге бір жерге барып келіп жатыр. Оның сыртында қазір 2 серіктес, бірі Алматыдан жер үйге ие болса, соның қатарында бізде Астана қаласынан 3 бөлмелі үй алдық. Бұл мүмкіншілік реально, таза, нақты, шындық екенін білуіңіз керек. Өйткені барлық адамдардың мүмкіншілігі бірдей. Мен ары қарай жұмыс істемеймін деп қолыңызды бір сілтеп отыра берсеңіз де, бұл бизнес-маркетингтен клондар сізді жылжытады. Ал мені клондар жылжытады екен деп бір орында отыра берсеңіз, ол тағы да дұрыс емес, өйткені көп уақыт күтіп қаласыз. Өйткені сізден басқа адамдарда клон жақсы қасиеті бар екен, құдіреті бар екенін біліп жүр. Кейбір серіктестеріміз клонға қарамай өз командасын өз күшімен алып келе жатыр. Үлкен мотивация бар, алдыда көптеген қомақты чек және клон саны тағы бар. Мінекей 11-ші үйде соңыңыздан бір серіктес келгенде, сіз 2 есе үлкен чек $24,920 аласыз. Оған қосып 2 есе саны көп 200 клон сізге маркетинг бойынша бұйырады. Ал 200 клонның 100 клоны сіздің серіктестеріңіздің бірінші үйдегі барлық бос орындарын толтырған сәтте өз клондарыңызды тағы да 100 клон толтырады. Бұл толқын үлкен толқын болады. Бұл үлкен қозғалыс, движение в вашей структуре. Бұл сіздің командаңызды үлкен қуанышқа жетелейтінін анық. Енді 11-ші үйдің 2-ші бизнес орны да 3-ші бизнес орны да толар. Сол сәтте сіз ең соңғы финишті 12-ші үйге де келесіз. 12-ші үйдің айырмашылығы неде? Егерде әрбір үйде біз қанша? Бірінші серіктестен үлкен чек және клон алып жаттық. 2-ші, 3-ші бизнес орнынан жинақ тобына жиналып отырды. Ал 12-ші үйде сізге әрбір бизнес орын табыса келеді. Бірінші бизнес орын толған сәтте $50,340 аласыз. Оған қосып 300 клон тағы түседі.
300 клон бірден сіздің командаңызды. Клондар басқа команданың серіктестердің астын ешқашан жаппайды, ол жақтарға қозғалыс болмайды. Өз командаңыз, сіздің структураңыз, сіздің құрылымыңызды өзіңізге қарай жылжытуға үлкен көмек беретінін айтқымыз келеді. Және өз алғашқы клондарыңызды келесі клондар жабатынын және сізге тағы да табыс әкеледі. Сіз 12-ші үйге жеткенше сіздің 2-ші, 5-ші, 3-ші, 4-ші барлық клондарыңыз уже тек қана $1000 емес, кейбір клондарыңыз $6280 да табыс уже 2-ші рет, 3-ші рет, 4-ші рет әкеліп жатады. Сонымен, ал 2-ші бизнес орын толғанда бұл жерде жинақ тобы жоқ. Сізге бірден $51880 түседі. Шығарып алсаңыз болады. Болмаса, пәтер сатып алуыңызға болады. Болмаса, тағы басқа керек жараңызға жаратуға болады. 3-ші бизнес орын толған сәтте тағы да сізге $51840 тағы да жеке шотыңызға ақша түседі. Оны да шығарып алуыңызға болады. Мысалы, жаңа серіктестеріміз 10-ші, 11-ші үйге жеткен кезінде өз табысына үй сатып алды деді. Ендігі мынау келген табысты олар 2-ші үй сатып алам десе өз еркі, болмаса керек жарағына жаратуына болады. Қандай арманы бар, соның барлығын орындауға болады. Мақсат қойыңыз, жоспар құрыңыз. Әрбір арман сол сәтте сіз әрекет жасаған кезінде орындалатыны анық. Демек, үйді қалай сатып алуға болады деген сұрақ болады. Сіз 12-ші үйге келгенше дейін армандаған, өзіңіз көздеген, таңдап жүрген 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі, тіпті үлкен коттедж армандап келе жатсыз. Оны қарадыңыз, бағасын білесіз. Сіздің суммаңыз бір бизнес орын сізге $200,000 әкеп тұрса, сіз құрғана 12-ші үйді жапқанша дейін $154,000 алсаңыз, $154,020 аласыз. Сол сәтте, мысалы, сіздің таңдаған мүлік $100,000 деп есептейік. $100,000-ға сіз нотариус арқылы жаңағы сатушымен алдын ала толтырылатын құжат, бұл келісім шарт. Предварительный договор купли-продажи деген құжат болады. Соны толтыруыңызға болады. Ол сәтте барлық келісімдер, барлық сұрақтарыңыз белгілі болады. Барлығына өзіңіз келісім шарт құрып, мысалы, алдын ала ақысын төлеп қоюыңызға болады. Оның суммасын қай мезгілге дейін, сондай. Біз мысалы сол құжатты толтырдық. Келесі бір аптадан кейін тапқан табысымызды AdvoCash, электрондық кошелек AdvoCashке аударып, одан жеке карточкаға аудардық та сол үйдің иесімен нақты құжат, договор купли-продажи. Соны толтырдық. Сонымен осы өзіңіз армандаған үйдің кілтін аласыз, құжатын аласыз. Ал қалған суммаңыз қайда деп сұрақ қоясыз. $154,020 мен таптым, $100,000 мен пәтер алсам, $50,020 қайда деген сұрақ туады. Әрине, дұрыс қоясыз ол сұрақты. Өйткені компания сіздің жеке шотыңызға $50,020 тағы да аударады. Сіз оны карточкаңызға шығарып алуыңызға болады. Демек, компаниямыздан тағы бір жаңалықтары, әрбір серіктес осы компания арқылы карточка шығаратынын тағы да жариялады. Бұл банкоматтық карта.
Бұл картаға жеке кабинетіңізден бірден электрондық кошелектарсыз бірден карточкаға ақшаңызды аударып, қай мемлекетте боласыз? Қазақстанда болсаңыз теңгемен шығаруға болады. Бұл карточка мультивалютная болып есептеледі. Ресейге барсаңыз, Ресей рубльдарымен шығарасыз. Шетелге барсаңыз, қай елде боласыз, сол валютасымен шығарып аласыз. Сондай мүмкіншілік бар екен, көзіңізді жеткізгіміз келеді. Бұның сыртында компаниямыз мессенджер ашады. Мессенджер деген не? Бұл WhatsApp сияқты, Telegram, Skype, сондай сияқты сөз байланыс, связь, мессенджер. Сіздер сообщения, смс-тер, суреттер, видеороликтар жіберіп қолдануыңызға болады. Бұл мессенджермен қолданған әрбір серіктеске компания ай сайын 25 монетадан беріледі. Монетамыз жаңа айттық, River Tez Coin. Оның сыртында, егерде сіз өзіңіз тіркеліп, өз жеке тіркеген партнерларыңызға өз ссылкаңызды бересіз. Олар қолданады, олар да 25 монетадан алады. Олардың қолданған нәтижесіне байланысты сізге бірінші линиядан 8%-тен тағы табыс түседі. Олар да өз партнерларына ссылкасын береді. Партнерлары сізге екінші линия, екінші қатар болып саналады. Ол кісілерден тағы табыс түседі. Сізге 5%-тен тағы табыс түседі. Оларда өз ретімен өз ссылкаларын өзінің жеке партнерларына береді. Ол партнерлар да бұл мессенджермен қолданады. Ол партнерлар да әрқайсысы айына 25 монетадан алады. Сол сәтте сізге үшінші глубина, үшінші қатардан 3%-тен тағы табыс түседі. Демек, қорытындысы, мессенджер 24 июньде ашылады. Оған дейін компания дәл қазір бейне ролик дайындап жатыр. Видеоролик мессенджер туралы. Қалай оны өзіңізге Play Market арқылы тартып алу, қалай ол мессенджермен қолдану, кімге қолдануға болады, бұл не қандай бізге табыс әкелетінін барлық ақпарат видеороликпен беріледі. Видеоролик жақын арада әрбір серіктес өзінің спонсорына хабарласын, вебинарларға қатысыңыздар, YouTube каналдардан, чаттардан ақпарат міндетті түрде беріледі. 24 июньнен бастап мессенджер іске қосылады. Ол сіздерге сіздің ссылкаңыз арқылы әрбір жеке шақырған адамдардан 8%, екінші қатардан 5%, үшінші қатардан, үшінші глубинадан 3% табыс сізге түседі. Оның сыртында ай сайын 25 монетадан тағы табыс аласыз. Ал монетамыз құны өсетінін тағы да бір ескертіп қойғым келеді. Сонымен, осындай жаңалықтарымыз бар. Жаңалықтардың сыртында маркетинг планын толықтай мінеки 12-ші үйге дейін айтып жеткіздік. Енді сұрақтарыңыз бар ма екен? Соны жазыңыздар. Уақытымызда таямдап келе жатыр. Так, амандасқандарыңыздың сыртында сұрақтар бар ма екен деп көзімді шалып өтіп жатырмын. Керемет екен, керемет, тамаша. Барлықтарыңызға уақыт бөліп осы вебинарға қатысқандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Мына жерден тағы бір сұрақ бар екен. Сәлеметсіз бе Гүл ханым, біздің тиын туралы айтып жіберіңізші. Одан кейін мессенджер туралы. Жұмабек мырза, мінеки дәл жаңа ғана сіз мүмкін сұрағыңызды ертерек қойдыңыз, мен мессенджер туралы және тиын монета, біздің тиын
River TS Coin туралы жаңа айтып өттім, иә. Негізі компаниямызды жаңағы River TS Coin тиындары 10 июньнен басталып қазір сатылуда. Әрбір серіктес өзінің спонсорына тағы да хабарлассын. Қалай тіркелуге болады? Бұл өз үйім бағдарламасының River Coins сайтына тыс, оның сыртында жеке ссылка беріледі. Спонсорларыңыздан сұраңыз деп тағы да айтамын. Сол ссылкамен сіздер жеке өз әркім өзіңіздің жеке компьютер, ноутбуктарыңызға ссылка арқылы тіркелесіздер. Әркім, әрбір серіктес өзінің кошелегі, өз әмияны болу керек. Электрондық кошелек, әмиян, бумажник деп айтады. Соған обменник арқылы осы компанияның River TS Coin'дарын сатып алуға мүмкіндік бар. Оның бейне курстарын жібердік, әрбір чатта бар. Қазақ тілінде және Pair кошелектен қалай сатып алатын бейне курстарын Рита ханым жіберді. Advocash арқылы қалай сатып алатынын мен де чаттарға жібердім. Әркім өз серіктестерінен қайта сұрап біліп алыңыздар. Бүгіннен бастап, бүгін 17-сі, тағы да бір көз шалып өтіңіз. 10 июньде бұл тиындар сатылды, ал тақырыбымызда бұл компанияның основателі Антон Александрович Килипченко, орыс тілінде, әрине орыс тілінде, осы қазақ тіл вебинарында да, орыс тіл вебинарында да ақпарат толық айтты. Сіздердің, көптеген кісілердің сұрақтарына жауап берді. Сол сәттерде монетаны қалай сатып алу керек? Бұл не береді? Бұл не үшін ойланған деген көптеген сұрақтарыңызға жауап берілді. Енді сол сәттердің ішінде 7 күннен кейін монетаның құны өседі деген ақпарат тағы беріледі. Мінекей 7 күн өтті. Бүгіннен бастап бұл монеталар 0,08 цент болды. Енді бұдан қалмаңыз, 9 июльге дейін осы бағада тұрады. 9 июльден бастап бұл тағы да 2 есе өседі, 0,16 болады. Одан ары тағы өседі. Сентябрь айында бұл монеталар $1 болады. Сол сәтте сіздердің $100 алған монеталарыңыз $2500 болып өседі. Тағы сұрақтарыңыз бар ма екен? Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, барлықтарыңызға сау саламатта болыңыздар деп айтқым келеді. Бүгінгі вебинарда жақсы, адам саны көп болды. Дегенмен осы мессенджер туралы, бұл тиындар туралы тағы да бір естігісі келген адамдар көп болуға тиісті. Және өз үйім бағдарламасын әрқашанда дамытып жүрміз. Бұл River Coins компаниясы сіздерге мол табыс береді. Өйткені клон деген ең жақсы, ерекше, құдіреті мол екенін, күштілігі бар екенін айтып жеткізгіміз келеді. Компаниямыз алдыда жоспары өте көп, жақсы жаңалықтары өте мол. Және 1 жылға, 2 жылға, 5 жылға келген жоқ. Компаниямыз көп жасауға, қазіргі жоспары 50 жылға жоспар құрып, біздермен бөлісіп жатыр. Біз міндетті түрде өз кезегімізде сіздермен бірге вебинарда, сіздермен бірге өз офистарымызда, өз чаттарымызда ақпаратпен бөлісуге әрқашан дайынбыз. Сау саламатта болыңыздар. Келесі сәрсенбіге дейін
қош болыңыздар деп айтқым келеді.